Кеше бетіме кушан сатып алғам ғой. Көрсіңдерші, қазір бетім жабысқақ болып отыр, шашымның бәрі бетіме жабысып. Ладно, достар, кеше түнде ұйықтайын деп жатқан ғой. Ұйықтайын деп жатқан кезде менің ойыма бір ой келді. Қандай ой десеңдер, Злиха пончик жасашы деген ой келді. И мен негізі пончик дегенді бұрын соңды істеп көрмеген. Қазір сіздермен бірге өмірімде бірінші рет пончик дайындайтын боламын, достар. Бірақ білмеймін енді шыға ма шықпай ма, енді шығар енді көреміз. Менің істеп жүрген любой тамағым керемет шығып жатыр. Анау Беляшидан басқа, если что, мына Беляши менде шықпай қалған видеолардың арасында бар. Если что, өтіп көрсеңіздер болады. А вот десерттер менде вообще күшті шығады. Давайте ал кеттік бісміллә деп бастайық. Ең алдымен бізге керекті заттар: табан, сүт, сары май, қант, дрожжи және де ең самый главный ингредиент, әрине, тауып көріңіздер. Қандай самый главный ингредиент? Давайте қазір ой дөнейікші, давайте. 5-ке дейін санайын, 5-ке дейін. Самый главный ингредиентті таппасаңыздар, сіздер мына видеоға лайк қосып, обязательно комментарийға фиолетовый жүрек жібересіздер. Хорошо? Так, 5-ке дейін санайын. 1, 2, 3, 4, 5. Тапқан болсаңыздар, молодецсіздер. Ал егерде таппаған болсаңыздар, обязательно комментарийға фиолетовый жүрек қалдырыңыздар. И әрине бұл 10, ребятушки, 10. Это... Что это? Қандай пончик без ұна, да? Қандай пончик без муки, да? Конечно, главный ингредиент бұл ұн. Алдымен осылай табанды аламыздағыны, осы таманға біз 200 миллилитр сүт қосамыз. 200 миллилитр дегеніміз, это... Ой, 200 емес, 250 миллилитр сүт аламыздағыны. Неке, бірінші былай стаканмен өлшеп аламыз. Менің стаканым где-то 220 сондай миллилитр, по идее. Былай кішкене бүйтіп толдырсам, бір 250 болатын шығар. Осын аламыздағыны мына жаққа жібереміз табанның үстіне. Келесі кезекте бізге 50 грамм сары май керек. Сары майды не істейміз? Тез аламыздағыны микроволновкаға жылытып аламыз. Май анандай президент, бұл президенттен 50 миллилитр, ойбай 50 миллилитр. 50 миллилитр деп қой, 50 грамм президенттің майы. Менде мынандай май бар екен, холодильникте тауып білмеймін, бірақ 50 грамм шыға ма, шықпай ма, қазір давайте, менде весы бар, сол весыға өлшеп көрейік, да? Істемей қалған ба не? Давай. Давай. Өлі. 50 шығатын шығар, құсынсын, басқа жоқ менде, не істеймін? Май осы ғана менден 50 грамм шығат шығар. Ладно, сала берейікші, шынашығымыз. Әйтеуір сары май қос деген, вот сары май таптым. Осы сары май қанша грамм болса да қоса берем. Ладно, жейтін өзіміз ғой, басқа ешкім келіп, қонақтар келіп жейін деп жатқан жоқ қой, жейтін өзіміз, поэтому бізге бола береді. Сары майды микроволновкаға салып қойдым. Пока сары май ерим дегенше, мен, оказывается, үйде қантым бітіп қалыпты. Қазір осы қантты алып, мынаның ішіне салып қоямыз. Осындай специальный контейнер. Если сұрайтын болсаңдар, мынандай специальный контейнер макаронға, ішіне күріш салып қоюға, гречка, макарон салып қоюға қай жерден аламыз десеңдер, айтпаймын десеңе, айтсам реклама болып кетеді десеңе, шучу, ладно, маған Каспий магазиннен алғам, құрсын Каспий магазинде бар осындай. Сары майды микроволновкаға жылытып алдым, осы жерге жібереміз. Енді бізге 90 грамм қант керек. 90 грамм қантты қалай өлшейміз? Әрине, менде мынандай грамм өлшейтін зат бар, поэтому осы жерге қазір өлшеп аламыз. Бүйтіп аламыз да, мынаның өзі қанша грамм екен? По приколу көресіз ба? По приколу. Бізге 90 грамм қант керек. 65, 80, ровно 90 грамм қант аламындағыны жаңағы сүт пен майдың ішіне жіберемін. Бізге 10 грамм дрожжи керек. Дрожжиді аша алмай жатырмын. Қазір бісміллә деп. Так, ойбай. Весым істемей жатыр, достар. Весым істемей жатыр. 10 грамм дрожжи аламыздағына жаңағы мына біздің сұйықтықтың ішіне жібереміз. Смотрите, бізде осындай короче, пайда болды. Осы ютубты ашқалы бері менің жақсы көретін сөзім бұл: араластырамыз. О,
қалды, я? Мынау не болып қалды, ребятушки, что это такое? Ей, чего? Что это, ребятушки? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Не болып кетті мынау? Или ұн салып жіберейін ба, не болып кетті? Қамырым не болып кетті, ребята, мынау не, мынау не? Мынау не, мынау не болып кетті мынау? Может, қазір ұн салғаннан кейін нормально болады шығар, я? Ұмытып бара жатыр екен ғой, жұмыртқа қоспаппыз ғой біз, ребятушки, жұмыртқа айтып қоямыз, жұмыртқа не хватает, оказывается. Араластырамыз. Бәсе, міне енді нормальнандай сұйықтық шығып жатыр. Міне, мына жаққа ұнды салдым, я? Енді қолмен араластырам ба бұны? Или мынандаймен араластырам ба? Қолмен араластырады шығар, я? Мен қолым таза, жаңа ғана жудым. Ал кеттік, ал бісміллә, ойбай. Бісміллә, осындай негізі қамыр, осындай илегендегі бір жері, типа, маған ұнайтын жаңағыдай. Қолы мягкий же, мягкий. Енді қамырым не сұйық болып қалды. Осындай болу керек, ба? Не істейміз? Жоқ, мынадан енді қандай қамыр шығарамын қазір? Қайда мынау қамырым, не мынау? Не получается, ребятушки, у меня. Он қосайыншы тағы да, чуть-чуть. Шықпай жатыр әбді. Мә, он қостым тағы. Мә. Жаңада он қостым, қараңдар, сұйық болып отыр, не істеймін қазір? В общем, достар, менің мынандай қамырым әлі сұйық болып тұр. Енді бұл сұйықтық кету үшін жаңа интернеттен көріп алдым, не істеймін деп ше. Ананың қамыры сұйық болып тұр, не істеймін десе, маған интернет айтты. ұн қосыңыз деді, поэтому анау қамыр пока қатты болмағанша осылай ұн қоса береміз. Кстати, достар, менше қайға барам білесіңдер ма? Осы 6 май күні Нысананың концерті болады екен. Мен сол Нысананың концертін көруге уже билет алып қойдым, ребятушки, представляете? 15 000 теңгеге билет алдым. Нысанаға барам, короче. Вообще қолымнан келмейді бар ғой. Кешіріп қойыңдар енді. О, міне қатты болып жатыр. Ура! Ура, қатты болып жатыр. Міне қамырым қатты болып жатыр, ребятушки. Наны бар емес па? Басқа табанға ауыстырам. Өйткені ананың іші уже ұн болып кетті. Басқа табаға ауыстырып, бүйтіп үстіп басып қойып, енді осыны 1 сағатқа мен қалдырып қоям. Көріп тұрсыңдар ма? Міне менде осындай қамыр шықты. Ойбай. Вот 40 минут өтті. Негізі 1-1,5 сағат ұстау керек, но сонда да ашып көре берейік. Қазір менің қамырымды ашып көреміз. Мені қамыр аштым, қазір осыны жаямыз. Бүйтіп пісімілі деп мына жаққа. Жаңа, кстати, на столдың үстін сүртіп қойдым, поэтому стол тап-таза. На қамыр шығарамыз. Вай! Қараңдар, ашыпты, ашыған. Вау! Вау дейміз дағыны, енді бұл қамырды жаямыз қазір. Білесіз, қамыр жаймен қолынан келмейді. Осыны үлкен домалақ қылып жайып, сосын кесіп аламыз ғой. Осының ішінен. Несі толщинасы 1 сантиметр болу керек деді ғой бұшы. Все, кеттік ал. Все, дайынсыңдар ма? Все, кеттік ал. Бүйтеміз дағыны. Так, мынау біздің ең бірінші пончик қазір шығады. Так, аха. Вау. Газ. Бүйтіп кесіп алайын, мына жақтан. Вау!
вот біздің пончиктарымыз уже дайын болуға сәл-пәл қалды. Мінекей қамырын бәрін турап, турап деппін ғой, осылай домалақ қылып әжемелеп қойдым. Енді мыналарды қазір енді қуырамыз, одан кейін сәндейміз. Все, біздің пончиктарымыз дайын болып шығады. Самый важный момент, сковородканы қыздырып жатырмын. Майды көп құю керек, чтобы жаңағы пончиктар прям ішіне бадық тұру үшін ше, поэтому майды аямаймыз и осы майдың қызғанын тосамыз, күтеміз точнее. Ал кетті, ребятушки, қорқып тұрмын, уайымдап тұрмын. О, көрініп жатыр ма? Міне қуырылып жатыр. Так, қалғандардың бәрін салып тастай салайық, бісміллә. Екіншісі кетті. Үшіншісі кетті. Төртіншісі кетті. Ой, ай. Начинкаға, смотрите, мынандай сгущенка алдым. Негізі варенье алайын деген ғой, сөйтсем варенье жоқ екен магазинде. Вот осындай сгущенка алдым дағыны, и мынандай присыпка алып қойдым. Мынандай присыпка алдым. И сгущенка. Опа. Опа. Сөмірейіп қалған пончиктар болды да. Сөмірейіп қалған пончиктар. Болған сияқты шығара берейін ба? Шығара берейін ба, қыздар, қараңдар. Шығара берейін ба? Шығара бер десеңдер, лайк басыңдар. Шығарма! Тағы да тұра тұрсын десеңдер, комментария қалдырыңдар деп қойсаң. Қараңдар, мына осындай пончик шықты. Что за? Қазір осыны сәндейміз, қыздареки. Бауырсақ қуанға, бауырсақ бұл қоған ғой, пончик емес. Ну как? Қалай сәндейміз? Вот так, что ли? Ай! Так. Вот так. Так. Мына. Не деген керемет пончиктар мына. Вай! Не деген пончик мына. Не деген пончик. И, конечно, про посыпка турала не забываем, девочки. Посыпка это обязательно. Мама! Ал курига. Все, кетті. Это просто офигенно. Ну, дәмі прям магазинде пончик сияқты емес, но тоже вкусно. Кайф. Девочка, это просто кайф. Партия кетті, қыздареки. Ана жаңа домалақтар бар еді ғой, қалып қойғанша қамырдың соңында сап жере салдым. Мына пончиктарды сәндеуге, короче, бұлай шоколадты ертіп алдым дағыны. Ертіп алдым, енді шоколадты, мынау ненің үстіне, пончиктің үстіне бүйтіп сеуіп шығамыз. Давай кеттік. Бісміллә. Осындай пончик бізде шықты, ребятушки, смотрите. Мына бір жағы шоколадный, а бір жағы сгущенка. Какая красота, девочки! Күшті ма? Мәссаған, не деген пончик, не деген пончик. Қазір жақындатып көрсетем. Мәссаған, мынаны мен істедім ба? Мынаны мен істедім ба? Ана пончикті мен істедім ба? Қараңдар, красота просто, девочки. Вау, 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 вау. Не деген әдемі пончик, мынау қыздареки. Все, жандарым, сол бүгінге осы негізі шықпай қалама деп қатты қорқып едім, өйткені мен андай қамыр илеуді онша білмеймін да. Жоқ, негізі білемін ғой, бірақ по-любому қамыр илеу менің қолымнан келмейді. Но зато мынаны қараңдар, осындай керемет пончик шықты, прям иісі кайф. Жаңа шоколадты вот дұрыс болыпты қосқаным ше. Шоколадты ерітіп қосып жүрдім дағыны. И смотрите, вот такая вот красота у меня получилась, девочки. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Мына видео ұнаған болса, обязательно
обязательно лайк басып комментарий жазыңыздар. Мен комментарийлердің барлығына жауап қайтаруға тырысамын. Поэтому вот, еще ендігі, то есть келесі видеоға не түсірейін? Сіздер қандай тамақ дайындағанымды қалайсыздар? Жазып кетіңіздер комментарийға, и кім көп лайк жинайды, сол адамның тамағын мен жасаймын. Все, жандарым, сол, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.